Ассалаумағалейкум, құрметті Қаз көлік арнасының көрермендері. Бүгін біз Алматы қаласындағы жүрілген залогтағы көліктердің бағаларын білуге келдік. Қаз көлік арнасына тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ол біздің каналдың дамуына үлкен үлестеріңізді қосасыздар. Және WhatsApp топтарға таратып жіберіңіздер. Қазір сіздерге бағаларын айтамыз. Соңына дейін көріңіздер. Мына жерде Lifan тұр. 2000 Lifan X50 дейді, 2018 жылғы 1/5, бағасы 3.5600.000 теңге. 3.5600.000 теңге. Жалпы жаңа машина екен. Lifan көлігі. Toyota Camry тұр. 2008 жылғы 2/4 автомат коробка бензин. Бағасы, соңғы бағасы екен 3.682.200 теңге. Жалпы сырты жақсы. Сарапиналары бар екен арт жағында. Назарларыңызда Kia Optima көлігі. Соңғы бағасы 5.094.400 теңге екен. 2014 жылғы 2/4 автомат коробка бензин. Kia Optima. Достар, мына Subaru Legacy тұр. Алды соғылған екен, крыласын ауыстыру керек, егер алатын болсаңыздар. Subaru Legacy 2006 жылғы қозғалтқышы 2 автомат коробка, бағасы 2.265.250 теңге. Mercedes-Benz 2002 жылғы 2/4 автомат коробка дейді. Бағасы 3.137.000 теңге дейді. Қате жазған ау деп қоям енді. Ана несінде Toyota Camry деп жазып қойды. Жалпы машина сырты, косметикасы барлығы жақсы екен. Mercedes-Benz. Toyota Avensis көлігі. жылғы 1/6 автомат коробка. Бағасы 2.798.100 теңге. Алдыңғы покрышкасы жарылған екен. Кешірсе Toyota Aurus екен, Aurus. Chevrolet Cruze 2013 жылғы қозғалтқышы 1/8, бағасы 3.184.000 теңге екен, механика. 3.184.000 теңге. Hyundai Accent көлігі. Бағасы 3.855.600 теңге. Hyundai Avante екен. 2011 жылғы 1/6 бензин, механика. Toyota Camry қара түсті. Қазір сатылуға дайындалып жатыр екен. Бұл жерде бір көлік тұр. Geely көлігі, Geely. 2015 жылғы 1/8 автомат коробка. Бағасы 1.286.600 теңге екен. Toyota RAV4 көлігі. 2002 жылғы қозғалтқышы 2 бензин, автомат коробка. Бағасы 2.656.800 теңге. Жандар сырылған. Вообще, сыртының косметикасын істеу керек. Toyota Camry 2002 жылғы қозғалтқышы 2/4 автомат коробка. 2 баға жазылып тұр екен бұл жерде. Ең соңғы бағасы 2.633.400 теңге. Арт жағы соғылған.
Nexia 2012 жылғы қозғалтқышы 1.6 механика, бағасы 1.19.150 теңге. Nexia. Audi 100 көлігі ең арзан осы ма дедім мен енді өзде. Шаршаған ба? Audi 193 жылғы қозғалтқышы 2.3 механика, бағасы 733.600 теңге. Chevrolet Cruze көлігі 2010 жылғы қозғалтқышының көлемі 1.6 автомат коробка 2.057.600 теңге екен. Audi A4 95 жылғы 1.6 бағасы 623.441 теңге. Бұл да арзан деген енді, бірақ іші деген енді іші шашылып жатыр. Audi A4. Chevrolet Cruze көлігі. Chevrolet көп екен, бір 3-4-өн көрдім ғой деймін. 2010 жылғы 1.8 автомат коробка 2.004.800 теңге. Nexia жаңадан шықты бұның бағасы. Nexia 2013 жылғы 1.5 бензин 1.224.000 теңге. Мына жерде Volkswagen тұр. Volkswagen Passat 2012 жылғы қозғалтқышы 2 автомат коробка 4.313.000 теңге екен. Мына жерде Polo тұр, Polo 2014 жылғы 1.6 механика, бағасы 2.427.200 теңге. Toyota Camry ақ түсті 2015 жылғы Toyota 50 2015 жылғы қозғалтқышы 2.5 автомат коробка 8.208.000 теңге екен. Бұның да бағасы жаңадан шыққан. Hyundai Accent қыз келіншектерге арналған көлік. Бағасы 3.019.100 теңге екен. 2011 жылы қозғалтқышы 1.6 автомат коробка. Hyundai Accent 2011 жылы қозғалтқышы 1.4 автомат коробка, бағасы 3.061.000 теңге. Мына жер тар екен, түсіруге өте қиын болып жатыр. Достар, Қазкөлік арнасына тіркеліңдер, лайк басыңдар, комментарий қалдырыңдар. Біздің каналның дамуына үлес қосыңыздар және WhatsApp топтарға таратып жіберіңіздер. Рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.